Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, қалайсыңдар? Жағдайларың қалай? Үй іші бәрі аман ба? Все болды онда. Короче, былай бізде дерзкий видео, прям жесткий. Яғни өздерің видеоның атауынан және превьюнан көргендей Маку ТВ туралы ақпараттар айтатын боламыз. Алайша, сол ақпаратты тыңдаған келсе, видеоның соңына дейін қара, және осы видеоны көтеріп жүрді лайк бас, подписаться деген жазуды қызыл қылдыр. Егер қызыл болып тұрса, сен красавчиксің. Короче, саған айтарым, күнделікті ютуберлердің бәрі айтып жүрген нәрсені орындап кетші. Риза болып қаламын бар ғой, прям. Бізде бірінші ақпарат ол, яғни Мадияр туралы бірінші ақпарат бізде. Маконың шын есімі кім? Арзан шақырып қойылған есімі. Маконың шын есімі Мадияр. Фамилиясы, яғни тегі Нагимуллин. ВК-сында сөйттір, Мадияр Нагимуллин деп бірінші ақпарат кетті. Келесі ақпаратқа кетті. Және сіз білесіз бә, білмейсіз бә, білмеймін, бірақ оның бір КМБ деген дерзкий гильдиясы бар. Сол гильдиясы туралы білгіңіз келсе, яғни кіргіңіз келсе, қазір осы жерде міне бір фото шықты. Короче, сол фотодан короче, попадение в голову барлығы шығып тұр. Соны орындасаңыз, яғни сізді кіргізеді екен. Набор ашық екен. Яғни орында да кіріп ол. Бізде келесі ақпарат оның өзінің каналы жайлы. Яғни каналына барсақ, барғанда еді каналын қарасақ, оның каналында видеосының барлық просмотрын қосқанда 3.515.754 просмотр дейді. Бұл не деген керемет, прям жесткий ғой. Оның каналы жалпы 13 мартта 2019 жылы ашылған. Прям жесткий ғой, көтеріліп кеткен ғой, изи. Және оның ең қымбат популярный видеосын көріңіз келсе, оның видеосының аты ең қымбат аккаунт 1 миллион алмазы бар деген видео екен. Және оның каналында 115 видео бар. Не деген керемет, жесткий ғой. Ал бро, сен Маконың түрін көргің келсе, міне, түрі шығып тұр, қарап ал, көзін жаттықтырып ал. Ол өзінің түрі ма, білмеймін, әйтеуір ВК-сынан алдым. Картинкеге ұқсайды, кішкене картинка ма, жазып кетші, өзінің фотосы ма, жалпы фотосы осы әдемі екен, Біздегі келесі сұрақ Мако Кидок па? Мако, енді достар, сіздерге айтарым. Мен Маконы жамандамаймын, мен оның фанатымын, тіпті өзім подписчикті Макоға спонсор болып та жинаған мен. Мако өте керемет ютубер, мейірімді, білем, ақ көңіл, бірақ та ол мені бір рет кедейт етіп кетті. Оның кидоктығы жайлы бір бөлек видео қаласаңыз, осы видеода 22 лайк болса, және комментте бір 5 комментарий болса, Маконың кидоктығы туралы видео шығар дейтін, мен смело шығарым. Мен сөйлескендерім, короче, анау, мұнау, қалай сөйлесім, анау нағыл деді, соң бәрін шығарам. Ал әнші Маконы кидок деп ойламасаң, кидоктығын көргің келсе, лайк бас, комментарий жазып кет, бро. Бізде міне видеомыз аяқталды. Короче, аяқталып болды, өте қысқа видео болды, 5 минуттық. Короче, досым, сенен сұрайтыным, көтер жерде лайк бас жіберші. Қазақтың ютуберлерін қолдайық та, енді кішкене қолдап жіберейік та. Қазақтың ютубын дамытқың келсе, короче, жоғары көтер жерде лайкты бас жібер. Егер подписаться деген жазу қызыл болып тұрса, онда сұрғылдыр, ал егер қызыл болып тұрса, сен өте андай ақылды дейді ғой, прям. Мен үшін сондайсың, басқасын білмеймін. Короче, бар айтарым осы, Мако туралы толық болмаса да, кішкене ақпараттар біліп алдыңыз. Видео қызық болса, лайк бас, комментарий жазып кет, бро.